Армысыздар, Ақида бағдарламасының көрермендері. Біз бүгін Түркия мемлекетінің Измир қаласындағы Еге университетіндеміз. Бұл жердегі күллі түркі дүниесін зерттеу институтындамыз. Жалпы қазақтың әулиесі мәшһүрдің айтатыны бар. Қазақ өзі қызық халық. Өзі айтады, бірақ не айтқанын білмейді. Сөз қадірін білмеген өз қадірін де білмейді деп толғап келетіні бар. Ендеше біз бүгін өте бір қазақ тілінің ерекшеліктері, қазақ тіліндегі біз білмей жүрген дүниелерді айтатын боламыз. Бізде бүгін бұл тақырыпты ашуға көмектесетін осы Еге университетінің докторанты Әділов Мәрлен мырза. Аға, енді әуелі сізге мынаны сұрағым келеді. Енді мына білеміз, қазақ тілі түркі тілдерінің тобы ішіне жатады. Жалпы осы қазақ тілінің осы түркі тілдерінің классификасының ішінде орны қандай? Сол тұрып айтып кетсеңіз әуелі. Жақсы. Қазақ тілі, қазір түркі тілдері негізгі 3 топқа бөлінеді ғой. Қыпшақ тілдері, оғыз тілдері және де қарлық тілдері деп. Сол тілдердің ішінде біз қыпшақ тілдері тобына жатамыз. Соған қыпшақ тілдері тобына жатамыз. Сосын қазақ тілі, татар тілі, қырғыз тілі, башқұрт тілі тағы да басқа қыпшақ тілдеріне жатады. Соның ішінде түрк тілі, Әзербайжан түркмен тілі, оғыз тілдері тобына жатады. Өзбек және ұйғыр тілі, қарлық тілдері тобына, және сібір тілдері деген бар. Сол қазақ тілі өзі ол қыпшақ тілдері тобына жататын болғаннан кейін, осы тілдерді классификациялағаннан кейін, әр тілдің өзінің сол тілдер тобына сәйкес өзінің ерекшелігі болады. Бір-бірінен айыратын ерекшеліктері болады. Оғыз тілдері мен қыпшақ тілдерінің арасында. Ол грамматикалық жағынан болсын, ол лексикалық жағынан болсын, негізгі ерекшеліктері бар. Грамматикалық жағынан айтатын болсақ, ол негізгі жұрнақтар, жалғаулар, қазақ тілінде мысалы есімше қызметін атқаратын ат ниетін жұрнағы, қыпшақ тілі негізгі ерекшелігі. Осы мағынада асы, есі, ажак, ежек деген жұрнақтар, ажак, ежек жұрнағы қарлық тілде, оғыз тілдерінің негізгі ерекшелігі. Асы жұрнағы, асы, есі жұрнағы қарлық тілдерінің негізгі есімшесі болып салады. Бұл грамматика негізгі ерекшелік. Мысалы біз келетін күн дейміз. Оғыз тілдері келешек күн дейді. Және де қарлықтар келесі күн дейді. Асы, есі жұрнағын қолданады. Мысал ретінде айтар болсақ. Және де лексикалық жағынан қарастыратын болсақ, осы тілдердің өзінің ерекшеліктері болады. Бір оларды бір қатарға тізгендей боламыз. Мысалы, қазақ қыпшақ тілдері көру деген мағынада көру, қарау деген етістігін қолданады. Оғыз тілдер тобы бак етістігін қолданады. Сонымен қатар бірнеше мысалдарды айтып кетсе болса. Есік, қыпшақтар есік дейді. Қарлық пен оғыз топтары капы дейді. Біз жасыр дейміз. Қарлық тобы яшыр дейді. Оғыз тобы гизле деп айтады. Соған қарамастан қазақ тілі, қыпшақ тіліне тән өзінің заңдары болғанмен қазақ тілін зерделеп қарасаңыз, говорларын зерттесеңіз, қос сөздерін зерттесеңіз, ауыз әдебиеті мұраларын зерттесеңіз, оның ішінде мақал тілде тұрақты тіркестер ішінен осындай қыпшақ тілдер тобына жатпайтын ортақ түркі тілдерінен анау басталма көне түркі тілінен бастап алатын дүниелерді оғыз тілдеріне тән сөзде таба аласыз. Қазір қазақ тілде біз жасыр дейміз ғой. Жасыр, бірінші жасыр. Бірақ та өз малын кізнеген, кісі малын іздеген дейтін мақалда кізне оғыз тілдеріндегі жасыр мағынасы етістік сақталған. Біз дауыс деген сөзді қолданамыз. Дауыс. Қарлықтар тобыш, авас сөзін қолданады. Оғыздар болса сес сөзін қолданады. Бірақ біз сеспей қатты. Сеспей қатты, дауыс шығармай өлді деген мағынада. Сес берді, дауыс шығарды деген тұрақты тіркестер ішінде оғыз тілдерінің элементтер сақталған. Бұл элементтер оғыз тілдерінен қазақ тіліне кірді деген сөз емес. Бұл кірме сөздер емес. Бұл деген атам заманнан бері қыпшақтың, оғыздардың бір үлкен биографияда, үлкен бір территорияда бірге өмір сүргеннен белгісі. Екен Қашқар Махмұт айтады 11-ші ғасырда. Бір мысал келтіреді. Мысалы, қандай мысал айтайық? Мысалы, жынды мағынасында телі деген сөз, оғыз бен қыпшақтар қолданады дейді бұл сөзді. Мәселен,
тағы да бір жұмақ жалғауларға қатысты айтады. Бір мысалдар келтіреді. Иә. Оғыз деп айтпайды, Оғыз бен Қыпшақ деп айтады. Өйткені Оғыз бен Қыпшақ бір жерде өмір сүрген. Қазақстан бүкіл түркі тілдес тайпалардың ортақ бір мекені, ата мекені болғаннан кейін қазақ тілінен осындай әр түркі тілдерін тән сөздерді табуға болады. Оларды бағана айтқан жасалма тілден құрамын табасыз. Жақсы, ендеше аға, біз енді қазір қазақ тілінде сөйлеп жүрміз өзімізше. Бірақ кей кездерде мына сөздерді қате қолданып жатқанымыз да бар енді, иә? Енді осыған байланысты сіз енді мына осы Түркия мемлекетінде жүріп, басқаша көзқарасты, басқаша ракурстан қарай аласыз. Көне мұраларды, жәдігерлерді әдейі мұрат оригиналдан түпнұсқасын оқи аласыз. Бізде қандай сондай сөздер бар, қате қолданып жүрген тіркестер немесе? Қызық болсын жұртқа енді. Не айтып тұрғанымызды біліп жүрейік. Қате қолданғанда дегенде бір мақал тұрақ тіркес қолданамыз. Иә. Тұрақ тіркес. Бірақ тұрақ тіркестің ішіндегі құрамында сақтаған сөздің мағынасын біле бермейміз. Иә. Мағынасын біле бермегеніміз үшін сол құрамындағы сөзді біз шатастырып басқаша айтып қоямыз. Иә. Мәселен, бүлген елден бүлдіргі алма дейтін мақалымыз бар. Бүлген елден бүлдіргі алма дегені ол бір жерден соғыстан болсын, бір қасіреттен болсын, бір үйге шабуыл жасалып, бір үй өртеніп кетіп, сол өртеніп кеткен жерден, бұзылған жерден, бір қамшының ілмегі болсын, бір затты, кішкентай бір зат болсын, әшекей болсын, соны алуға болмайды деген мақал бұл мағынасы. Ол жерде бүлген деп қолданған да, бүлген. Оны қазір ол көне формасында сақталып отыр мақалдың ішінде. Оны бүлген деп қазір қазақ тілінде бүлген деп, бүл деп формасында түбірімен қолданмаған үшін бүлінген болып, өздік етіс болып қолданған үшін біз қазір қазақ тілін формасына салып айтамыз. Бірақ ол бүлінген деген кезде, ол бүлінген деген мағынасы өзгеріп кетеді. Өзгеріп кетеді. Сол жағынан мақал мәтелдердегі сөздердің мағынасын ашу, бұл жағынан пайдасы тиеді. Бірақ біз сөз мағынасын қалай ашамыз? Біз сөз мағынасын анау сөз, мысалы, миығынан гүлдеді дейді. Миығынан гүлдеді. Тұрақ тіркесі, миығынан гүлдеді. Оның мағынасы жақтырмай гүлді, орысшасы ехидно смеяться дейді ғой. Миығынан гүлді. Бір жаққа екінші варианты бар, мұртынан гүлді. Мұртынан гүлді. Иә, мұртынан гүлді деген. Ол жерде миық деген қандай сөз? Миық деген сөз, ол сөзді табу үшін біз деген көп айшықайда бармаймыз. Ол сөзді табу үшін негізгі біздің қайнар көзіміз біздің түркі тілдері. Түркі тілдері. Және де көне жазбалар тілі. Бірінші, миық сөзінің көне жазбалар тілінен қарайсыз. Ең бірінші біздің ең көне жазба тіліміз ол күлтегін архон жазба ескерткіштері. Қазір күлтегін архон жазба ескерткіштердің сөздіктері бар. Сөздіктерге қарайсыз, ол сөздің варианттарын қарайсыз. Миық болса, ол түркі тілдерінде быйық, быдық түрінде болуы мүмкін. Сөйтіп, архон ескерткіштер сөздіктерін қарайсыз, сөздіктер, ол сөз, мысалы, быдық болып келесіз. Быдық. Бірақ архон жазба ескерткіштерінде қарадық, бірақ ол сөз жоқ. Архон жазба ескерткіштер. Оны біз 11-ші ғасырдағы диван ұғат, Махмұд Қашқари диван ұғат атыр сөзігінде быдық деп қолданған, мұрт деген мағынада сөз. Миығынан гүлді мұрт болсанда. Сонда мұртынан гүлді деген сөз. Сөйтіп, құттату, құтты білік сөзігіне қарайсыз, сол сөз бар. Хорезм жазба ескерткіштері бар. Хорезм Муминин Мурид, Қысасүл Эмбе дейтін ескерткіштер. Сосын Нехджүл Ферадис. Осы бар ескерткіштердің тілінен, сөздігінен қарап, ол сөздің мағынасын шығарамыз. Ол бір жағынан сол болсын, сосын қазір түркі тілдерінен қарайсыз. Түркі тілдерінің источник қарайсыз. Оригинальный источник. Сөздігінен таппасаңыз, жазба ескерткіштері араб графикасымен жазылған болса, сол сөздіктерде көрсетіледі. Оригинал факсимилесінің қай бетінде орналасқан. Мәселен, құтты білік дейік. Құтты біліктің сөздігінде көрсетеді. Осындай бет, осындай парақтар, осындай жолда кездеседі. Осы жолдан қарайсыз, ол сөзді табасыз. Ол сондай мағынада қолданылған болды. Қазір түркі тілдеріне қарайсыз, сосын мағынасын шығарасыз. Ол жағынан, бір жағынан ескерткіштер тілі, ол бір жағынан ол сөздің қазақ тілінде міндетті түрде, ол көне сөз болғаннан кейін, миық сөз көне болғаннан кейін, оның варианты міндетті түрде қолданады. Варианты мұртынан гүлі деген вариант, ол сөзге дәл нағыз дәлел келтіреді, семантикалық дәлел. Ол лексикалық дәлел, ана жағынан мұртынан гүлі дегеніміз
семантикалық дәлелдеу. Жақсы. Марина енді өте қызық екен, иығынан күлген, мұртынан күліп отыр соны. Осының ұстаз қандай да бір сөздері бар еді. Мәселен тыңдарман қызық болады. бір біздің Егемен Қазақстан газетісінде қателеспесем қолқа салу дейтін тұрақ тіркесті. Қолқа салу. Иә, қолқа салу деген тұрақты тіркесті. Сөз тапқан қолқа жоқ деген мақалымызда бар. Талдаған екен. Қателеспесем бір түйеге енді бір талдаған. Енді ол жерде мен өте жақсы талдау жасаған. Қазақтың рухани дүниесін, қазақтың даласында, қазақтың өмірін, көшпенді өмірін, даладағы ауылдағы өмірін көрген адам сол қолқа сөзін бір затпен салыстырып айтып жатыр. Түйеге салатын бір зат, бір қолқа салады. Иә. Содан кейін мен қызық болды. Уарик Нұрғалым болу керек. Сөйтіп, кім? Уарик Нұрғалым. Иә, Уарик Нұрғалым. Содан кейін мен ол сөзді көне жазба ескерткіштер, көне ұйғыр жазба ескерткіштеріне қарап көрдім. Ол ескерткіште қолу дейтін етістік қолданады. Етістігі мағынасы өтініш ету. Қол деген. Иә, қол. Өтініш сұрау, бір нәрседен тілеу деген мағынасы бар. Содан кейін қолутқа деген сөз, сол қол етістігінен есім түзу журнал жасалып, өтініш мағынасында қолутқа деген сөз. Көне ұйғыр жазба ескерткіштер тілінде сол сөз бар, өтініш. Одан қоса көне жазба ескерткіштер тілінің сөзіне таптық. Содан кейін қазіргі қарай тілінің сөздігіне қолқа деген сөз, тілек, өтініш деген мағынасы бар. Сол кезде қолқа салды, қолқа айтты деген вариантта бар. Қолқа айтты. Сол кездегі қолқа айтты деген сөзді қалай бір затқа теңейсіз? Қолқа айтты, бір затқа айтты деген мағына емес сөзі. Қолқа айтты дегені өтініш айтты. Bir жаңа варианты бар, семантикалық вариант бар. Өтініш айтты, өтініш тіледі, қолқа тіледі. Варианттар бар осында. Қолқа салды, тек қана салу деген емес. Ол салудың өзінің мағыналары болады. Қолқа салды, қолқа айтты, қолқа тіледі. Барлығынан сол қолқа сөзінің негізгі мағынасы қол етістігінен шығып отырған қолқа өтініш мағынасы сөз. Сол кезде қолқа салды деген өтініш салды, өтініш етті деген сөз. Сонда біз білмей жүрген көп сөздер бар ғой сонда. Сол сөзді тек халық этимологиясы дейді ғой. Халық әр нәрсе ақсақалды көрінсе ата екем демеймін бе, ақ қалпақ көрінсе ана екем демеймін бе дейді ғой. Әр сақалды кісі біздің атамыз емес та. Ол сөзді дұрыстап зерделеп қарау керек. Түркі тілдерімен біздің байлығымыз, түркі тілдері, көне жазба ескерткіштер тілі деген біздің байлығымыз, біздің нағыз рухани жаңғыруымыз. Соның барлығын біз қазып, қайтып шығару керек, соны оқу керекпіз. Бізге дайын қылып Ресейден, бұрынғы патшалық Ресейдің ғалымдары бізге оқып берген нәрселерін біз қайтадан оқу керекпіз. Соны қайтып жазба ескерткіштер тілін көру керекпіз. Соны қазақшаға аудару керекпіз. Егер оны аударсақ, біз рухани жаңғырамыз. Қазақша. Рухани жаңғыру деген осы дейсіз ғой. Рухани жаңғыру деген осы. Рухани жаңғыру деген біреудің еңбегін, бір жылдар басылған еңбегін, өлеңдерін қайтып шығару емес, ақша бөлу. Рухани жаңғыру деген көне ескерткіштерді диван лұғат түріп болсын, құтты біліп болсын, оны зерттелді, қаралды, оқылды, аударылды деген мәселе емес оны. Әр адам өзінше зерттеледі, оны қарайды. Дұрыстап оқу, Мәмлүк Қыпшақта ескерткіштер бар. Мәмлүк Қыпшақ ескерткіште не керек дейсіз? Медицина дейсіз, жануар тану ғылымы, жылқыны қалай күтеді, қымыз қалай сауады, осының барлығы Мәмлүк Қыпшақ ескерткіштерінде бар. Зеки, Эльковани, Кулиев, қандай ескерткіштер бар тағы. Тәржімани, Мұғалеми деген ескерткіштер бар. Мәмлүк Қыпшақ біздің бабаларымыз жазған. Соларды біз оқу керекпіз. Өкінішке орай біздің енді Қазақстан жоғары оқу орындарында бұл көне ескерткішті оқитын мамандар да жоқ шығар. Мамандар бар, мүмкіндік тудырмай тұр. Система бар да өзінің. Сол система бар. Енді аға мына сізден айтып отқан мәселе этимологияға қатысы бар сияқты. Әбдуәли Қайдар ағамыздың осыған біз көз жұмыс істегенін білеміз. Енді осы арадағы сөздердің мағынасын дұрыс қолданбау неге әкеліп соқтыруы мүмкін? Мысалы қандай басқа да бір ерекшеліктері бар, қандай әсер етеді танымға, ойыңызша? Енді сіз бұл зерттеп қазып жүрген адам сол сөздің түбін. Енді
бұл жағынан бір жағынан этимология деп айтуға да этимология деген нәрсе ол сөздің түбірін табу керексіз. Мысалы айт деп қолданамыз ғой біз қазір. Айт бір нәрсені айтты деген сияқты. Бірақ айттың түбірі болады, түбірі бар. Түбірі ай. Айт емес пе? Айт емес. Ай. Түбірі ай. Мысалы ай дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ, айшай жоқ дейтін, айт демей дегендегі формаларда тұрақ тіркестері өзінің негізгі формасын, түбірін сақтап отыр да. Ай деген. Сол сияқты этимология деген нау тілде осы бұл сөз мынандай мағынада екен деген сияқты сонымен ғана шектелмейді. Мысалы жек көрді дейтін тұрақ тіркесі бар, жек көрді. Адам бір жек көрді. Ол қыпшақ тілдерінің барлығында қолданады бұл тұрақты тіркес. Ол жек деген сөзін көне ұйғыр жазба тілін қарасаңыз қолданылған кәдімгі. Жек деген шайтан мағынасында. Шайтан мағынасында сөз. Шайтан көру. Шайтандай көру. Шайтандай көру деген, жек көру деген сол. Яғни ол жерде бір қарадыңыз, оның сөздің мағынасын ашықтадыңыз, ол этимология болып жатпайды. Бұл біз тек қана сөздің мағынасын оқушыларға тұрақ тіркестегі сөздің мағынасын ашып шығару, көрсету. Ал оның түбірін анықтау ол біздің шаруамыз емес. Үлкен ол ғалымдарымыз бар. Абдуали Қайдар, Рабиға Сыздық, біздің метро ғалымдарымыз бар, лексиколог Кенесбаев, Мұсабаев, Сарыбаев. Осылардың барлығында осы мәселе анықталған, айтылған. Осы тұрақ тіркестерден шық берме шығайбай деген қандай сөз, шығай деген қандай сөз. Шығай деген көне түрік тіліндегі кедей деген сөз. Кедей. Кедей мағынасында сөз. Шық берме шығайбай дегеннің еш нәрсе бермес. Шық дейді ғой, шық. Таңғы шықтай дегенде шық бар ғой. Шық бермес шығайбай, кедей бай. Ана жерде ауыспалы мағына бар. Кедей бай. Шығайбай деген сияқты. Сондай тұрақ тіркесі шығай деген көне түрік тілінде чиғани, чиғай деген сөз көне жазба тілдерінде күлтегінде анық басып айтып отыр, тасқа ұқсап жазып отыр. Кедей мағынасы сөз. Қазір қазақ тілінде парсы тілінен кедей деген сөз актив қолданысқа кірген үшін ол сөздер біз қолданса шығып кетті. Бірақ тұрақ тіркес біздің байлығымыз, соның барлығын сақтаған, соның бәрін шығару керекпіз, мағынасын анықтап беру керекпіз. Бұның мағынасын қалай анықтаймыз? Сөздерге қарап анықтаймыз. Болды. Ары қарай этимологияға кірмейміз. Этимология кіру ерте және ол қауіпті бір шаруа. Сосын жақсы, енді Мәулен аға, енді сіз 4 жылдан астам уақыт болды осы Түркия мемлекетінде қазақ тіліне қызмет етіп жатсыз деп айтайын. Сөздің мазмұнын ашып, мағынасын түсініп жатсыз. Енді сізге мынандай бір қызық сұрақ. Осы Түркияда 4 жыл оқыдыңыз. Осы жердегі жалпы оқыту ерекшеліктері қандай? Біздің елдің қандай парқы бар? Соны айтып кетсеңіз. Жаман жақтары да болады, жақсы жақтары да болады. Бір жағынан екі елді салыстырсақ, бұл Түркия Осман империясынан қалған мұра. Бұл үлкен империя. Империяның мұрасы. Қазақстан көне түрк қағанаты дейді. Қарахан мемлекеті, алтын орда, қазақ хандығы үлкен мұрасы. Бірақ тәуелсіздігімізді біз мұрагері. Бірақ біз тәуелсіздігімізді кейінгі заманда алдық қой. Құдайға шүкір. Сол себепті біздің ғылымда ақсап жатқан тұстары көп. Түркиямен экономикалық жағы болсын, білім жағынан болсын салыстыруға болмайды. Өйткені бұлар өздерінің мемлекеттігін тәуелсіз мемлекет, еш жерге тәуелді болып көрмеген мемлекет. Сол себепті ғылымы да, тәжірибесі де озық. Сол мысалы ғылым ең бірінші бұлар ғылымға көңіл бөліп айлық жоғары. Айлық өте жоғары. Біздің теңгемен шаққан кезде профессорлар тек қана сабағын өткізген өзінде теңгемен 700 мың теңге алады. Профессорлар 2000 доллар. Лаборанттары 400 мың теңгедей айлық алады. Мектеп мұғалімдері 350 мың 400 мың арасында айлық алады. Бір. Екінші жағынан қағазбастылық жоқ. Қағазбастылық жоқ. Ешкім оларды тексермейді. Профессор, мұғалімді жұмыстан тек қана президент үкіммен, арнайы үкіммен ғана бір қылмыс жасаған болса, бір саяси төңкеріс жасаған болса, өте сондай жағдайларда ғана жұмыстан шығарады. Ешкім профессордан атағын жұмыстан ешкім шығара алмайды. Президенттен басқа.
неприкосновенное лицо дейді ғой депутат сияқты. Жақсы. Сол жағынан оларды ешкім тексермейді. қалған уақытта сабағын өткізеді. Айлан мықты болғаннан кейін жұмыс істейді. Соған нәтиже болады. Байқадыңыз енді қағаз бастығы жоқ. кабинетіңізде толған кітап айнала. Енді сонда жазу, диссертация жазуға былай өзіңізге түрме дейді ғой, түрмеңізде отырсыз. Қытығы бол, иә? Осы мен докторант болғаннан кейін, және Қазақстаннан келген үшін қазақ бауырларымызға құрмет деп бұл жігітті осы жерден аз кем нәрсе үйреніп кетсін, біліп кетсін деп маған жетекшілерім осы кабинетті беріп отыр. Осы 2014-тен бері 4 жылдан бері осы кабинетте отырамын, сабақтарымды оқимын, диссертациямды жазамын, мақалам жазамын, керек кезде шайымды ішемін деген сияқты. Ешкіммен мазаламайды. Бір конференцияға бармайды. Бір конференция деген дүние болмайды. Мақала жаз деп ешкім мақала жаз деп алдыңызда тұрмайды. Мақаланы өзің қалағанша жазып отырасыз. Тек ғылым талап етілетін дүние, ғылым, нәтиже. Бір жерден көшірілмеу керек. Таза бір ғылым болу керек. Жақсы, енді мына Түркия мемлекетінде қазақ диаспорасын көп екенін білеміз. Кезінде мына тарихи жағдайларға байланысты ауып келгені бар Қытай арқылы. Енді осы арада қазақ қоғамы бар ма, араласып отырасыздар ма? Осы жалпы Түркиядағы қазақтардың жағдайы қандай қазір? Түркия қазақтарын жалпы Измирде біз сыртқа шығып көрген Стамбулда. Измирде өзіңіз білетін Кемал Паша елді мекенінде, Измирдің облысы 30 шақырым жерде Шерзат ата, Шерзат Дору, фамилиясы Дору, Қытай қазақтары кезінде Қытайдан Ауғанстанға, Памирге, Памирден Пакистанға, Пакистаннан Ауғанстанда тұрақтап, кейін Түркия арнайы шақыру жасап, 50-ші жылдары осында бәленбай әуле мен түйе, ат, кәндей жаяу келген адамдар бар. Сол кісілердің ұрпақтары Измирде тұрады. Сол Кемал Пашада Қымыз, қазақ Алаш Қымыз ауылы деген құрып 88 жылы Шерзат атамыз мемлекеттік қызметте істеп 80 жылға дейін әскери қызметте болып пенсияға шыққаннан кейін өзінің өмір бойы жиған тергеніне 2 миллион долларға 2,5 миллион долларға Измирдің таулы бөктерінде айналасында жер сатып алып, ол жерде Қымыз ауылын ашады, қазақ ауылын ашады. Киіз үй тігеді. Ол деген қазақ сағынышы ғой. Өмір бойы сыртта өмір сүрген қазақ өмір бойы жиған теген ақшасына сонда үлкен дүние салады. Қазірге дейін Измирдің ең бірінші шетелдік болсын бірінші демалатын орын. Табиғат айналасынан тау қанша 10 километр тауды айналып шығасың. Жылқыға мініп, қымыз ішесіз, ресторанда қазақи тамақтарын ішесіз. Барлығын бүкіл жағдайлар жасалған. Сол жердегі ет, май, бал, зейтін барлығы сол мекенде егілген, өсілген, жиналған дүниелер сондағы. Жақсы. Енді жалпы түрік азаматтардың Қазақстанға деген көзқарасы қандай? Қызық енді біз бауыр мемлекет деп түсінеміз, елде. Жаңа сіз айтып отырсыз, тіл енді мен естимін, қазақ тілі таза деп айтып еді. Ол қаншалықты рас? Біріншіден көзқарастары қандай? Көзқарастары әр баладан бастап үлкен кісіге дейін барлығының қазаққа деген көзқарастары жақсы көзқарастар, ойлары. Өйткені бұл жақта мектеп программасында оқытылады. Қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз, татар, башқұрт, якут, чуваш, туа, барлық біздің бауырымыз деп оқытылады. Кітапта, тарихта болсын, әдебиетте болсын, тілде осы дүние оқытылады. Балалардың санасына кіргізіледі бұл дүние. Біздің ата мекеніміз Қазақстан, Орта Азия, Алтай деп оқытылады осы дүние. Сол дүние оқытылып, олардың санасына кіріледі. Содан кейін осыны білетін әр түрік қазақты көрген кезде құшақ жайып қарсы алады. Сен менің бауырымсың деп. Біздегідей, біз Совет одағында оқыған азаматтар, Совет одағының әсерінен біз түрікті жаудай көреміз. Жалпы біз түркі халықтарын кезінде бір мемлекетте өмір сүрген түркі халықтарын біз жек көреміз.
бір жамандаймыз. Өзбек, қырғыздар, иә? Өзбек деп, иә. Сол себепті бұларда ондай көзқарас жоқ. Олар бір елге тәуелді болған жоқ. Сол үшін олар осы жағынан қазақтарға деген құрметі жоғары. Жақсы, ендеше Мәулен аға, рахмет. Енді қазақ ғылымына істер жұмысыңыз әлі де көп болғай. Осы шетелде жүріп, қазақтың барын жоғын жоқтап, барын түгесін толықтауына әсер етіп жүргеніңізге, еңбегіңізге Алла берекет берсін. Алдағы докторлық қорғауыңызда сәттілік тілейміз. Рахмет сізге.